Ассалаумалейкум. Қандайсыңар? Қандайсыз? Қандайсыздар? Денсаулық жақсы ба? Бала қыраттыңыз ба? Біз қайрадан әле баяғы адамға ең керекті нәрсесі бұл денсаулық. Қайрадан әле мен Айдос инин баяғы елдік адам да алды әле. Бұл аял, теге аял деп бөлмейді. Барымызға денсаулық қағайған жігіттің бері. Жігіттің гүлі десем болады. Себептігінде бізде Москвада оқып жүргенде Смоктуновский деген актер болған. Біздің мұғалімдердің бері де. Осылай айтқан, мені азыр мақтап қойсаңар азыр. Мен өлгеннен кейін бір тиынға да жарабайды депші. Сондықтан Айдостың бұл мекемесін біз мақташымыз керек. Денсаулықта болуш керек. Денсаулықты қанша ақшаң болса да сатып ала алмайсың да. Сондықтан көрдіңіздер бе? Адамның көркін ашқан кім десе, адам өзі да. Адам өзінің көркін аша алса, қаяқтан. Сондықтан мына мен қайрадан өзіңіздер көріп тұрғандай тұзды бөлмедемін. Тұзды бөлме. Мына кеше күні қайрадан бірінші сеансты баштадым. Алхамдулилля. Действительно баяғы жақсы болып қалғаннан кейін адам бар жоқты ұмытады екен да. Болды мен жақшымын. Жол болса автоматически шында кете береді да. Что он все овладел, күшке кірді, онан кейін ұмытып қалды да баяғы. Бірінші келген онда бешара болып өлейін деп баяғы истощился же да. Бүт организмдегі баяғы жаман шлактар кеткеннен кейін ана қайра жаман ақпала келіп қалды, шлактар толып қалды да. Тегені жайыз, бұны жайыз, химикат жайыз азырғы мезгілде. Егер ата-бабалар чөптің тамырын жұлып жей берші де, мисал үшін. Азыр болса біз таңдаймыз. Теге алып кел, бұны алып кел, теге баланы жарайды, бұл жарабайды депші. Алхамдулилля баяғы адам болған ең таңдап жейіз. Жоқ сондай болса дағы бардығы жегеніңді қайрадан жақсы нормалдаштыру үшін организмде. Тұзды бөлме маға жақты. Тұзды бөлмеде мен действительно баяғында 2-3 сеанстан келіп атып, жақсы болып қалған екенмін да. Мұнан бері 1 жыл өтті да, қайра опять. Себептенде мен өзім мақтаймын, мен ел білет. Баяғы емгекшіл адам ешқашан чарчабайды да. А жалқы адам бір пәсілі чарчап бар. Сондықтан келіңіздер, келіп мен шоғы гүл тастары. Бұл жерде аялдар бір саламасыз. Денсаулық жақсы болып қандайсыз? Жақсы болып қалдыңыз ба? Жақсы. Соны не? Себептенде бір тұрыс үшкен жерлер шымда жазыла чөтті бөліме келгеннен кейін. Демалғанда бұл жақтың энергиясы башқа. Вроде туз, таш. Ал туз, таш. Бірақ туз екендік. Корейский технология. Аллах Тағала кемден бұл планетаны жер жүзіне жаратқаннан кейін бұл қатпарлары көпті. Астынан баштап өдесіне шейін. Сондықтан адамның әлі қатмары көп екенді. Дене, ет, анан кейін тері, анан ішінде қантамырлар. Осы қантамырлар забивать етіп қалаттағы, адам өзі сон болған адам барып таянып қалады екен. Мен образды айтып беріп кешіп көрдім. Бұл жерде барная стойка деп бар. Бұл ұшыл тұзды бөлмеге кіргенде ішіп тұрсаң, жұтынып тұрсаң, ұшыл клеткаңды ашып отқан, энергия беріп отқан тұздар сенің кетірген организмдегі кемшіліктерді толықтайды екен. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Тұзды бөлмеге келгілі. Бұна айта берсең көпті. Ассаламалейкум, қандайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы. Бұна бұл байкемдағы қанша күн болды? Екінші күн болды, да? Бұна біз уже байкем, например, 18-ге шықса, мен 15-ге шықтым да, деген дейді. Бұнағы ашық керек, простата, цистит деген нәрселер бар. Мен 1 жылдан бері келгенше, Айдос бұл жақты кішіне өзгөрту келгісіп қойыпты да. Келінім, қандай? Яқ кел. Уалейкум ассалам. Мұна біздің көрішілермен ұшырасып қойсаңыз, Қырғызстан жаша, планета жаша деп жүр. Тұзды бөлмені сүйгендер емес, келіп сүйіш керек арны. Осында сенен оласың да. Ошондон біздің организм
Emnege bağıştı, özüne bağıştı da. Sen yaşan gelebilir, gel. Yaşan gelmeyi, hani bize Şepkin'de aytkanday okuyacağında. Священно действуй или убирайся вон, да? Өзің жақсы көрсең, денсаулығың келешегің ойласаң келіп, қанша күн болды сізге? Бізге өткенде бір 5 күн келіп кеткенбіз. Қандай болды? Жақсы бұйырса. Өзгері бар ма? Аллаға шүкір. Жақсы бар өзгері. Простатитмен азыр простатит жашарып кетті да. Туылып эле 5 жашарға шыққанда эле не болуп тұр десе, бұяғы жақсы сарасы келбей қалып тұр, улуу сарасы келбей қалып тұр. Эмне кылыш керек? Тазалаш керек. Сразу укол сая баштайт да. А укол сайгандан ордуна бул жерде азыр Айдос эмесин өзгөртүп коюптур, баягы простата болгон жерде кирпич коюп, туз коюптур да. Андыктан как эркек кишидей, ошондой эле биздин улуу затыбыз аял заттай эле баарыбыздын организмибиз бирдей эле. Только бир жерибиз менен эле айрыламасак, ошондон урматтуу кыргыз элим, урматтуу көп улуттуу элим, ойлонгула. Мен уже, мисалы үчүн 58-ге чыгып атсам, чарчагандай сезилесиң да. Туздуу бөлмөгө кече келип кеттим. Энергия алдым акырсы. Просто было еще хочется, ой, жакшы жеңил чыгып кеттим азыр дечи. Жеңил дейт, канчадан? Пришел как старик, а вышел как нормальный, выздоровевший человек. 18. 18, да. Анда эмесе, урматтуу кыргыз элим. Бул эмне айтып кетиңиз? Пиво жемде бул. Бул көрүңүздөр, пиво ичип атат деп ойлогула. Бул Айдос айтып койсуң, бул эмне? Толук да айтып койсуң. Чөптөн жасалган Кассиатора деген чай бизде. Кассиатора. Кассиатора деген чай. Бул баягы эмнеге пайда? Боорду жакшы тазалайт, организмден шлак токсиндерди жакшы чыгарат. Анан бул жерде дагы витаминдерди берип атпайсызбы? Кальций, жемчужина, чесночное масло, омега-3, ошол сыяктуу спирулина, магний, цинк, ошол сыяктуу адамга бүгүн керектүү эмелерди берип атабыз. Микро-макро элементтер. О, баягы истощилась, да, мисалы? Конечно. Организм истощилась. Мало. Алыңыз. Муну силерге дагы алсак болору? Силерге дагы чоңураак болот. Ушундай кызмат денсаулыгы үчүн ушу адам баласынын денсаулыгын оңдойн деп ушинтип аракет кылып жүрөт. Жакшынакай кылып койсуңар. Мындан тапкан ташыганыңар жакшылыкка буйруй берсин, Кудай колдой берсин. Көп адамдар ушул жерден жакшы эс алып, ем алып, денсаулыгын оңдоп. Рахмат сизге, аба. Куш келипсиз. Антон урматтуу жана мырзалар, көрдүңүздөрбү? Барыңыздарга Баарыбыз жашагыбыз келет. Алиги Алла разы болсун. Алла разы болсун. Коронавирус башталганда, ковид башталганда, ар ким ар кандай бизге немелерди айта баштады да. Өзүнүн жакшы жактарын жакшы тургула, оорубагыла, тигини ич, бул аптекада мындай экен, бул аптекада арзан экен. Бирөө айтты, жашагым келет, жаша депчи. Жашагыла. Андыктан келиңиздер. Туздуу бөлмөнүн адреси Орозбекова 2 ориентир ЖД вокзал. Баарыбыз мен Москвага барганды сагындым мен поездга түшүп алдым. Эсиңизге түшүп. Поездга түшүп. Демек поезд вокзалы деп коет. ЖД вокзал деп коет. Ошонун эгерде вокзалга Жижинский бульвардан көтөрүлүп баратканда оң жакка кетесиң. Бир 200-300 метрден кийин упираешься в дом и с левой стороны метров 20-30. Biz telefon номерлерди жазып коебуз да. Ошол номерлер менен Айдос менен байланышып келе бересиздер. Мен силерди жакшы көрөм. Мына кымбаттуу көрдүңүздөрбү? Очередь келип, алиги 5-6 күн же 1 ай мурда жазылып койгондор бар. Келип сиздер дагы өзүңүздөрдүн денсаулыгуңуздарды чыңап, жок, дагы жашашым керек. Кой. Ата-бабалар илгери чөп жеп атып эле, там 100дөн ашып жашагандар болгон, 100ге жетип жашагандар болгон. Чөп 58 жаш мисалы үчүн мен эми төрөлдүм да. Алиги бала чака, небере, чебере көрүш керек да, аларды жакшы жолго салыш керек. Жакшыга жанашып, жамандан алашып дегендей. Анда эмесе биз силер мененбиз. Айтты, Айдос, пиво эмес бул. Чөптөн жасалган дары. Чай. Мына урматтуу айымдар жана мырзалар, баягы айтылуу туз бөлмөнүн
ішіне кіріп отырып отырамыз. Бұл жерде 45 минут отырса болады азыр. Как раз бүтіп қалып тұр. Оның ар бері бір төгілгені 15 минут. Демек 3 жолы көтеріп қойсаң, демек сен уже бышып қалдың деген сөз да. Антон мына аваларым, әкелерім, қырғызстандықтарым бардығыз жашауыз керек. Жашауыз келеді да? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Көптөн бери жоголуп кеттиңер деп комментарий жазып аткандарга да чоң айтып коелу. Биз көптөн бери ушул жакка келип, дарыланып атабыз. Туз бөлмөгө келип, анан кичинекей балдарга да жакшы экен. Азыркы учурда грип, тумоо ушундайлар болуп атпайбы? Ошого да аябай жакшы экен. Келип, дарыланып кетсеңиздер болот. Келе бар, қандай балам? Келдің бе? Аябай. Ким анам жақсы ба? Ким анам? Қандайсыздар урматтуу айымдар жана мырзалар, жақсыздар ба? Мына біз биринчи 15 минуттукту баштадык. Алхамдулилля. Аябай келгенде, киргенде эле аба тазадай сезилет да. Хочется жить. Давайте вместе жить. Россиядагылар суукта жүргөндөр ушул жерге келип, шартыңарга жараша келип ден соолукту чыңап кетиңиздер. Абдан жакшы болот. Көп жашагыла, Аллах колдосун силерди баарыңарды. Саламатсыңарбы, кыргыз элим. Эми бул туз бөлмө деген аябай жакшы экен, жакшы. Бул жерде иштегендерге аябай чоң рахмат, алкыш айтабыз. Баарыңар ушул бөлмөгө келип дарыланыңыздар. Баардык ооруга жакшы экен. Айдас аябай келгиле. Баарыңар келгиле. Сөөгүн суугун алат. Баарыңар келгиле. Сөөгүн суугун алат экен бул жерде. Шамалдаган доңдо Жөтөлгөндөрдүн баары эле бир күн, 2 күн эле айырып кетти. айтышпа экен мындай жакшы. Жакшы. Кыргыз элиме жакшылык кылат. Жакшы болуп чыгасыңар бул жерден, баарыңар баардык ооруга пайда. Соляная лампа, астма, бронхит, дыхательный эмелерге, аллергияга жакшы. Эң биринчиден полезный да, мындай айтканда. Пайдалуу светильник деп койсок болот. Анткени себепти баары пайдасы нерсе көргөнүн пайдалуу. Балдардын комнатасына жана тумбочканын жанына, өзүбүз жанагы эменин жанында жатабыз го. Уктаганда да пайда алып жатсак жакшы да, мындай айтканда. Мамочки мои, подарки. Апаларга белек кылсаңыздар болот, тугандарыңыздарга, сүйүктүү адамдарыңыздарга ушу белек кылсаңыздар болот. Анан туздун пайдасын айтып кете турсак, бүгүнкү күндө жанагыдан бери туз жөнүндө айтып атабыз. Көп сөздөр айтылып атат, пайдасы жөнүндө айтылып атат. Жана өйдө да айтып кеткен Абдумалик менен Айнагүл да айтып кетет пайдаларын. Биз да айтып кетсек, туздун пайдасы бүгүнкү күндө иммунитетке жакшы, бронхит астмага жакшы, сустактарга жакшы, колу буту жылыбагандарга жакшы, ошол сыяктуу эле адышкаларга жакшы, аллергиянын кандай бир түрлөрү болбосун ошолордун баарына жакшы да. Ошону мен айтарым, бүгүнкү күндө кандай гана оору болбосун, суук тийген өзгөчө ошолордун баары келсе болот. Ошол үчүн келиңиздер. Туз бөлмөгө ар дайым эшик ачык, эртең менен саат 9-дан баштап кечки саат 11-ге чейин иштейбиз. Адреси болсо Дареги Орозбекова 2/4 Туурбай ата менен кесилишет. Район ЖД вокзалы.